Армысыздар. Мен күрес түрлері бойынша Олимпиадаға даярлау орталығында аға жаттықтырушы қызметін атқарып жатырмын. Кебесбаев Алматпын. Осыған дейін 15 жылдан артық ұлттық құрамада жаттықтым, ұлттық құрама мүшесі болдым. Қазіргі таңда 17 жасқа дейінгі балуандармен жұмыс жасап келе жатырмыз. Қазақстан чемпионатында іріктеуден өткен балуандарды Азия чемпионатында, әлем чемпионатында тыңғылықты дұрыс дайындап, биік нәтижелерге, жетістіктерге қол жеткіздіру және келешек жас балуандарға резерв ретінде ұлттық ересектер құрамасына дайындау. Жасөспірім балуандар сияқты оқу жаттығу жиындарында күніне 2 уақыт, 3 уақыт жаттығу жасайды. Оларда жарақат алатын кездер болады. Дұрыс дем алу үшін оларға да витамин сияқты қажет. Соның барын орынды өз қалпында беру ол жаттықтырушының міндеті. Өзіміздің басымыздан өткен тәрбиені, білімді осы жеткелен балуандарға табыстап үйрету мақсатымыз. 2 жылға жуық осы аға жаттықтырушы қызметін атқарып келе жатырмыз. Әжептәуір жетістікке жеткен балуандарымыз бар. Кіші жасөспірімде Азия чемпионы атанған Шәміл Досбол, Болатұлы Алпамыс, Ақылбек Әбілмансұр балуандарымыз қазір үлкен жасөспірімдерге ауысты. Сол нәтижелерін алдыдағы Азия чемпионатына қайталайды деп сенімдеміз. Сол үшін тыңғылықты дайындық жүргізіп жатырмыз. Олимпиадаға даярлау орталығы жас өспірім балуандарға мүмкіншілігінде барлық жағдай жасалып жатыр. Беріліп жатқан мүмкіншіліктер үшін алғыс айтамыз.